Құрметті қалайық. Мен бүгін сіздердің алдарыңызға шығып отқан себебім, білесіздер ме? Мені білесіздер әрине. Өзіміздің Гүлбаршын Арханна ғой, өзіміздің Данапа ғой, өзіміздің Күлекен ғой дейтін шығарсыздар. Жоқ, мына бүгінгі жеңістің 80 жылдығына орай мен бүгін мақтанғым келіп тұр. Мен Дурманов Орханның, отан майдангері, осы жеңістің Дурманов Орханның қызымын, үлкен қызымын. Мен Дурманов Орхан менің әкем. Мен соған мақтанайын деп тұрмын сіздердің алдыңызда. Барлық. Сіздер де мақтанып жүресіздер оны. Бұл кісіні де білмейтін адамдар шамалы. Мына жерді, мына сурет не көрсетіп тұр деп ойлайтын шығарсыздар. Мына суретті көрдіңіздер ме? Бұл сол Дурманов Орханның, менің папамның кенже ұлы Айдарханның үйі. Сол өзінің осы мереке алдында мен мына суретті көріп сіздердің алдарыңызға шығайын деп тұрмын. Осы мереке кезінде барлықтары жинала қалады. Мына жерде бір бөтен адам жоқ. Бәрі сол мына Орекеңнің, әкеміздің балалары, шөберелері, немерелері. Әрине енді жартысы Алматыда қалды, әлі келе алған жоқ. Мен мысалы Астанада отырмын. Содан мына суретті көріп, мен де сөйлеп қалайыншы сіздермен. Мен де соның, және мен өзімді ерекше сезінем. Мен айтам оларға қарағанда, мен нағыз майдангер. Соғыс, мен туа салысыменен 4 айлығымда соғыс басталып кетті. Соғысқа әкеміз бірінші боп қатысты. Ал енді біз қалай қалдық? Павлодарда, кәдімгідей қаланың қақ ортасында. Мынау Нұрлан деген ағайынымыздың 4 жасқа келген қызы Күлбану болды. Сонда сол Нұрланды, Күлбанудың шешесі қайтыс болып кеткен болу керек. Нұрланды соғысқа, ана баланы қайда қалады деп ойлаған жоқ, соғысқа алып кетті. Сол кезде ол кісі, Нұрлан деппін, Құсайын. Сол кезде ол кісі, сол Күлбану тәте деймін, тәтемді мамама әкеп, мәйда қарағым, осы балаға сен ие бол деп, қош сау болыңдар деп соғысқа аттанып кеткен. Міне біздің тарихымыз, міне соғыс осыдан басталды. Сонда мен соғыстың алғашқы күнінің куәгерімін деп айталамын. Ал енді Орекеңді танымайтын кісі жоқ. Ол кісі өте немерелері айтып жатыр, бәрі бірінен кейін бір айтып жатыр. Ой, ол кісі сондай ерліктері бар, сондай жерде болған, сондай деп. Оны мен қайталағым келмейді. Мен өзімнің ғана, өзім көкейімдегін ғана айтайын, өйткені сөздер қайталанбасын. Ол немерелердің бәрі мақтан тұтып, сүйдеуші еді, атамыз бүйдеуші еді, сон деп барлығын айтып жатыр. Мен өзім қуанып қалдым олардың осындай патриоттық сезімде екенін. Және өзі бәрі әдемі, тамаша, сондай жақсы. Естеліктері тіпті жақсы. Соның бәрін оқып отырып, сосын мен де айтайыншы. Мен оларға қарағанда тіпті ең жақынымын ғой. Соғыстың 4 айлығымда басталса, 4 жастағы Күлбану тәтеммен екеуміз үйде, сол бір-бірімізге сеп болып, үйде қалып, соғысты солай өткөрдік. Ал енді сол кезде мамам мясо комбинатта істеді. Папам өте туысшыл адам ғой. Біздің жақындығымызда шекара жоқ ешқандай. Тура осы. Жамқан Ағатайымды оны алып кетті папамның інісі. Сол кезде менің білетінім, мынадарға айтқандай, соғыста жүріп, Жамқан Ағатайым папамның інісі. Маған өлең жазып, соны бертінге дейін сол қатты оқып жүрдік. Немене
can cangabalar can sıksi bavurum öyle elciri oylasam elciriydi işi bavurum dep soğusta жүрүp papamның інісі маған өлең жазып тұрғанда енді мен тәуірі сондай адам болғам бәрінің басын қосып және мен айтам мен өзім де еңбек етіппін сонда неге дейсіздер ғой қазір немене еңбек еттіңдер деп мен жасқа толмаған бала барлығы тыл дейді ғой енді тылдағы еңбеккер адамдар әйелдер бәрі жұмыста бәрі қалжырап жүреді шаршап енді сондай жағдайда жүргенде бір жұбаныш іздейді екен ал енді кішкентай сәби бала көп емес қой сосын біздің өзіміздің ағайындардың енді әйелдер бәрі келіп жаңа жамхан ағатайымның келіп барлықтары келіп маған Гүлбаршын, оңаяқ болшы, оңаяқын көтерші, жарымхан аман келер ме екен деген сияқты сондай бәрі өздерінің күйеулерін менен сұрайды екен, оңаяқ болшы деп. Сонда мен сәби көңілім, білем ғой менен бірдеме сұрап тұрғанын. Мен оңаяғымды көтереді екен оларға. Соған да олар соны, міне соғыстың құдіретінің бір ауыртпалығының бір белгісі ғой, әйтпесе соған да мәз болып кішкене сол жұбаныш жасайды екен. Міне сол кездегіні қалай елестетуге болады. Ал енді бізді қалай асырады, оның барлығын айтпай қояйын, бәріңіз де өздеріңіз оқыды, біліп жүрсіздер, және көп сөйлеуге болмайтын да шығар. Енді мен мына суретті көргеннен кейін, ана балалардың толқуын көргеннен кейін, анау өзімнің айтып атқаным, мынау жаңағы суреттердің ішінде Темірхан бауырымның балалары да бар, Бикештің балалары да бар, Бибігүлдің балалары да бар, олардың балалары бар. Бәрі де жақсы сөздер айтып жатыр. Жақсы. Анау Сәулет Бикешті білесіздер ғой енді. Бүкіл осы Қазақстан, бүкіл халық оның ерлігін біліп осы тура қазақ деп әлгі Арман Қаниевтар бізде осы тура қазақша деп шығатын кәдімгі патриоттарымыз ғой енді. Сонда сол Бикештің қызы Сәулет қазір Астанада оқытушы Бикешке тартқан. О да әдемі жақсы тақырып жазып жіберіпті. Енді білмеймін, Павлодарға акиматқа жолдадым деді. Енді папам баннері ілулі тұратын шығар деп ойлаймыз, тұрып жатқан шығар. Ал енді Айдостың көшесінде ол баннер өздері құрады, өздері жиналады, айтады, той қылады кәдімгідей. Соны көріп қуанып, сол қуаныш ішінде сіздерге хабарлап айтып жатқаным осы. Енді папам туралы мен мына суретті көрсетейінші. Міне. Ой. Міне. Папам мен мамам ғой. Мынау әжем менен мен. Әжемді білесіздер. Анна әжем, Жаяу Мұсаның қызы. Ал мынау менің енді жас келіншек кезім бә. Әжем екеуміз істемегеніміз жоқ енді. Ол да өзі жеке әңгіме. Әжем екеуміз бірге қыдырдық, сырластық. Әжем менен Түркістанға бардық деген сияқты. Ой, қайда барасыңдар? Қарғысын сен өлтіріп аласың деп папам ұрысқаны өлтірмеймін, әжем өлмеймін деп екеуміз сосын жеттік қой. Соны неше түрлі қызықтарымыз бар енді міне. Ал енді мамам мен папам екеуі керемет жарасып тұратын, керемет. Екеуі бірінсіз бірікті ашпейді. Не болмаса той думан болса. Анау ақын жазушылар Олжас Сүлейменовтен бастап келіп папама сәлем береді. Ал енді мамамның дастарханы, сол кезде ақ дастархан қалай жеткен деп ойлаймын. Қазір осы кісілер қонақты аса көп шақыра бермейді, есіктер ашық болмайды. Ал біздің үйдің есігі жабылмайтын еді. Соның барлығына дастархан жайылып, мықты ақын дегендердің барлығы
Енді одан кейінгі екеуінің отасқанына 50 жылдығын тойлағанда әлі күнге дейін айтады, ондай той әлі өткен жоқ деп. Сонда сценарийді бәрін өзіміз жинала қаламыз да, өзіміз жасамыз. Мына сөзімді естісе тамадалар ренжитін шығар. Тамадалар білген істеп жатыр ғой енді. Қазір концерт қойған сияқты неше түрлі жақсы программадар менен осы жайлай қарап. Ал біз өзіміз құратынбыз соның бәрін. Соның бәрі папамның бізге деген ықпалы еді. Папам тілді, қолынан газет түспейтін. Айтпақшы, газет оқып отырған суреттер мәңгі қолынан, қазір сотқа түспейді ғой жұрттың қолы, сол сияқты. Мынау жаңалықтарды бізге папам айтып отыратын. Міне, мынау, міне көрді ме? Міне, қолында газет, осылай заборда отырып, газет оқып, сосын не болып, не қойып отқанын айтып отыратын. Содан кейін папам қарапайым кісі емес. Папамның қызмет істегені кәдімгідей директор, неме болды, директор казначей ме, директор банка ма? Міне, мұнай. Бұл Павлодарда сол кезде, бұдан сол кезде кәдімгі өте үлкен ғимарат қой. Қазір күнге дейін жұмыс істеп тұр, қазір күнге дейін. Значит, енді сонда ол директор болса, әкеміз үлкен қызметкер болған екен ғой. Енді қазір соны мақтансақ мақтанғанда, енді ғана жетіп жатыр, өзіміз уже кішкене оң солды бәрін көріп болған. Ол кезде заңды сияқты бәрі де сондай деп. Сонда біздің әкемізге бергені көп екен, көп. Соны біз енді жинақтап көрсет алдық па, көрсет алмай жатырмыз ба, әйтеуір бірдемесі бар шығар деп сенеміз, бар екенін сеземіз. Енді мына Айдосымыз, қазір кенжеміз, Темірханымыз енді кетіп қалды ғой. Темірхан да сондай, Темірханды папамның Ленин болады деп отыратын. Ол кезде енді Ленин деген не ғой, өйткені салмақты сөзді бәрін баппен сөйлейді. Ал қазір Айдосымызға сенеміз. Айдарханды Айдос дейміз. Өйткені сол міне бәрінің басын қосып, мынадардың бәрін басын қосып, уже осы мерекені өткізіп, кісілердің бәрін үйіне шақырып, анау банерді үлкен ауласын толтырып қойып жатқан қандай тамаша мәз боламыз. Солардың өсіп келе жатқанына қуанамыз. Ал енді кішкентайлардың бәрі айтпақшы, сол Айдостың кішкентай ұлы жаңа суретте тұр. Оның атын мен қойдым. Мен Орхан деп қойдым. Орхан, оны сосын бір әрпін өзгертті ғой, е? Қалай? Ерхан. Ерхан ба? Енді тура қойға болмайды деп. Енді Орхан, негізі біз бәріміз Ореке дейміз қазір. Сол папам сияқты болсын деп. Енді біздің де жасап жатқан өзімізше әкеге деген тағзымымыз бар. Енді Құранымызды оқимыз, Құдайымызды білеміз, шүкіршілігімізді айтамыз. Содан кейін папам біздерге өлең айтқызатын, мамамнан бастап өлеңді айтамыз. Енді әжептәуір. Сосын бар ғой, папам бізге қалай киінуді де айтатын, шашымызды қалай әшекейлеуді де айтатын. Соған енді нанасыдыр ма, нанбайсыдыр ма. Соның бәрін енді ғана ескеріп, қалай соның бәрін біле берген деп ойлаймыз. Сол мақтанамыз осындай әкеміздің болғанына. Енді мен бүгін қазір анадармен таласқым кеп отыр. Өзім енді осы 9 майда бара алмадым. Жоқ, Дурманов Орхан менің әкем, мен көбірек жанында жүргім, маған көбірек сенетін, маған үлкен сондай жұмыстардың барлығын физически емес енді. Маған әдейі тапсырып қояды. Мен айтқан не кетпеймін. Осы балалардың, менден кейін 8 ғой енді. Мен 9 баламыз, мен ең үлкенімін. Енді дәл қазір менің тіпті қалай айтсам да жөнім бар екен. Тіпті дайындығым аз болып қапты. Бұлай кітапта жазып жіберетін жөнім бар екен. Өйткені қазір көзі тірі 85-ке келіп отырмын ғой енді мен. Сонда тірі Орекеңнің мынау соғыс ардагерлерінің балаларының көзі тірі ең үлкені мен шығармын деп ойлаймын енді. Сондықтан біз осыны білуіміз керек екен де. Сосын жас келген сайын
Adamның көз қарасы бәрі, өмірді танымы бәрі кішкене кеңейеді, өзгереді, анықталады деген сияқты. Сосын соны еске алып, беріп, айтып, мақтанып жүру керек екен. Мен енді мақтанып, қазір өзіміз таласуға дайын отырмандармен. Сендер не істедіңдер, мен не істедім деп. Бір жағында біз еркелейміз әлі күнге дейін. Азайып қалдық. Енді осы жыл бізге де ауыр тиіп қалды. Сонда да берілмейміз. Аллаға ризамыз, табиғаттың заңы деген сияқты. Сол енді сіздерге де айтатыным, мынау ойда жоқ та, мен сіздерге шыққым келгені, мына Айдарханның үйіне бәрі жиналып, папамды еске алып, кішкентай немерелері өлең айтып, үлкендері естелік айтып, осы мәз болып жатқандары маған қатты ұнап, әсер етіп, міне мен де сіздерге шығып отырмын. Әкемізді құрметтейік, қастерлейік, атамызға, әкемізге тағзым етіп жүрейік. Ол да тағзымның бір түрі. Тағзым деген тамаша ғой. Мінекей, сауап қой, борыш қой. Енді бізді де соңыра еске алып айтады ғой жақсы жаманымызды. Енді жамандықты айта қоймайтын шығар, ешқандай жамандығымыз жоқ сияқты. Сондықтан бәріміз де жақсы болайық, ата-анамызды қастерлейік, тірі кезінде әлпештейік, тірі кезінде әлпештеп барлық жақсылығымызды көрсетейік. Қайтыс болып кеткен кезде жақсылап еске алып жүрейік. Соны немерелерімізге табыстап, осы жақсы істерін айтып, табыстап үлгерейік.